Қадірлі айтыс сүйер ағайын, Астананың 20 жылдығына және тәуелсіздік күні мерекесіне арналған Астанам сенсің айбарым 7-ші алтын домбыра республикалық ақындар айтыс өтеді. Жыр додасына жыл бойы өткен айтыстардың жеңімпаздары қатысып барын салмақ. Аузымен құс түстеген Айбек Қалиев, Ринат Зайтов, Рүстем Қайыртайұлы, Мұхтар Ниязов, Аспанбек Шұғатай, Еркебұлан Қайназаров, Жансая Мусина, Мейірбек Сұлтанхан, Әсем Ережеқызы, Мақсат Аханов, Болатбек Оразбаев, Дидар Қамиев, Шалқарбай Ізбасаров сынды кіл жүйріктердің оза шапқаны алтын домбыра иегері атанады. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен 7-ші рет өтетін аламан айтыста Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жүрсін Ерман жүргізеді. Айтыс Астана қаласында 16-17 желтоқсан күндері Қазақстан орталық концерт залында өтеді. 2 күнде де басталуы сағат 15:00-де. Билеттер Қазақстан орталық концерт залының кассасында сатылады.